әлі сенің жасайтын жұмыстарымыз көп. Сен мына жасаған киноң үшін әлі жауап беруің керек маған. Сенде саған Милфай керек па, айтшы? Милфай болайын ба? Бізде дәл қазір жарнамадан кейін Сәл болмағанда одан кейін мен кетіп қалам. Одан кейін мен кетіп қалам. Көлігімді жүргізіп кетіп қалам. Жарнамадан кейін. Айта берейін ба, или сенің ұятың өзі түсініп тұр ма, Бекзат? Айта беріңіз. Жалпы біз серуендеп шыққаннан кейін, мен әдейі сұрадым. Мен өз көлігіммен келдім, сен не істейсің, қайда тұрасың дедім. Сосын осындай жерде, алыс жерде тұрады екен. Сосын сынап көру мақсатында былай сұрақ қойдым. Мен жеткізіп салсам қалай қарайсың деп. Кілтпен ашып едім, менен бұрын жетіп отырып алды. Одан кейін шыққаннан кейін көлік жүргізіп баратын қалаған музыкасын қосып отыр. Одан кейін айттым. Сен өзің ашып бердің есікті кір деп. Мен есікті ашқан жоқпын. Өзің аштың. Менен бұрын отырып алдым. Мен телефонмен сыртта сөйлесіп тұрдым. Сосын мен ойладым. Мына кісілер маған спектакль ойнатып жүр екен ғой деп. Одан кейін сұрақ, Бекзат бері келші, қашпа. Оны айтпасаң. Япсың мен мазақ қылып отырсың ба? Неғып күліп атсың, мен күлкілі жағдай айтып тұрмын ба? Жалпы сіздерге жалпылама сұрақ қояйыншы. Қыз баласы өз көлігімен жігітті үйіне шығарып салған дұрыс па? Енді Бекзатты кеше менің көлігімнің алдынан көрдіңіздер ғой. Енді тағы бір осындай іс-әрекетін байқасам, менің көлігімнің багажнигінен тауып алыңыз. Одан кейін Назерке, Бекзат, не кино ойнап отырсыңдар, Мен сізге әлі болды, бітті, реальностьқа көшіңдер. Да, нет, мен мына жерде ара қатынасты бағана қайталап айтамын. Екеуміздің ара қатынасымыз мына жерде талқылануы керек. Мен сізге